Баршаңызға сәлем, менің арнама қош келдіңіз. Бүгін біз осындай әдемі, үлпілдек, жұмсақ батон нандар дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге ұн керек болады. Және өте ыссы немесе салқын емес су керек болады. Сұйық май керек. Қаймақ немесе сары май болады. Және ашытқы мен тұз керек болады. Енді осындай кең ыдыс алып, оған ұнымызды саламыз. Оның үстіне ашытқымыз бен тұзымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Үстіне қаймағымызды саламыз. Оның үстіне жылы суымызды құйып араластырамыз. Енді қамырымызды қолмен жинап, иілеп аламыз. Нанымызды әбден иілеп алғаннан кейін ыдысымызды алып, оған аз мөлшерде сұйық майымызды құйып, ішін майлап аламыз. Нанымызды ыдысымызға салып, бетін жауып жылы жерде қоямыз. Жылы жерде тұрған кезде тағы да үстінен 2-3 рет басып қоямыз нанымызды. Содан кейін нанымыз әбден көтерілгеннен кейін 2-ге бөліп, ары қарай батондарымызды әдемілеп жасаймыз. Батондарымыз әдемі болып пісуі үшін бетіне аздап ұн сеуіп, пышақпен тіліп узор саламыз. Батондарымызды осылай жөндеп, бетін жауып, жылы жерге қойып қоямыз. Көтерілуі керек. Батондарымыз көтерілген соң, осылай пешке салып, пісіріп аламыз. Міне осындай жұмсақ әрі нәзік батондарымыз дайын. Арнама жазылуды ұмытпаңыз. Ас болсын.